Байзақ ауданында мемлекеттік бағдарламалардың іске асырылуы тиісті нәтижесін беріп келеді. Оның ішінде ауыл ел бесігі бағдарламасы аясындағы жоспарлы жұмыстарды алсақ, бүгінгі таңда аудандағы бір елді мекеннің өзінде 29 жоба іске асыпты. Бұл Сарыкемер елді мекеніндегі номер 2 спорт мектебі. Биыл мамыр айында мұнда мемлекеттік бағдарлама аясында 2 кіші футбол және баскетбол алаңшасы соғылып басталған еді. Енді міне құрылыс аяқталып, аудан жастарының шынығуына тағы бір мүмкіндік беріліп отыр. Байзақ ауданында футбол өте дамыған. Облыстық республикалық жарыстарда жүлделі орындардан көрініп жүрген. Ауданымыздағы халықтың санын өздеріңіз білесіздер, 104 мың. Осы халықтың санына байланысты бұқаралық спортты дамыту үшін бізге осындай алаңшалардың әлде болса 1-2 керек. Бүгінгі күні бұл ауданда ауыл ел бесігі бағдарламасы аясындағы тірліктер тындырымда. Сонау 1985 жылы қолданысқа берілген Теремок балабақшасы 30 жыл уақыттан соң биыл ғана жөндеуден өткізілді. Есесіне қазірде су жаңа кейіпке еніп, осыдан 1 апта бұрын қолданысқа берілген. Балабақша 46 адамды жұмыспен қамтып отыр. 145 миллион бөлінген. Сол қаржыға жаңа котельный, альтернативтік пешін барлығын талапқа сай жасап берді. Свету мына видео, қазіргі талапқа сай видео камера қойып, барлық сигнализациялардың барлығын ойымыздан шығып бәрін жасап берді. 16 камера бар. Тағы бір айта кетерлігі, бүгінде Көктал ауылдық округінде Алел Агро серіктестігі жылына 20 мың тонна құс өндіретін фабрика құрылысын бастаған. Егер жұмысшылар жоспардан жаңылмаса, 2020 жылы ашылып 680 адамды жұмыспен қамту көзделіп отыр екен. Ал жалпы биылғы жылы Байзақ ауданы Сарыкемер елді мекенде ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 650 миллион теңгеге 29 жоба іске асырылған. Оның 2-і денсаулық сақтау саласында жүзеге асса, 11 жоба аясында жолдар жөнделген. Сонымен қатар 106 көше жарықтандырылған. Аудан әкімі аталған бағдарлама алдағы уақытта тағы 5 елді мекенде жалғасын табатынын жеткізді. Қостөбе елді мекен, Үлгілі елді мекен, Базарбай, Байзақ және Қосақ елді мекендерде. Жалпы осы 6 ауылдық округіне ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша 9 миллиард көлемінде жоба дайындап жатырмыз. Қазірде Сарыкемер елді мекенде ауыз су жеткізу жұмыстары да басталған. Жалпы құны 3 миллиард 400 миллион теңгені құраған бұл жоба алдағы 3 жылда бітуі тиіс деп отыр мамандар. Нұрлан Әбкәрім, Леспек Әбжаппар, Жетжет Ньюс, Байзақ ауданынан.